Армысыздар достар, бұл мен Дания Тажымбет. Кезекті видеомызда Суперсемейка 2 мультфильм туралы айтатын боламыз. Супер қаһармандар заңға қайшы. Жауыздармен күрескіміз келеді. Сонда кім екенімді біледі. Менің айтайын дегенім? Не? Кезінде Оскарды алған Pixar'дың Суперсемейка мультфильмі 2004 жылы шыққан болатын. Ал оның екінші бөлімі араға 14 жыл салып кинотеатрларымызда шығуда. Осы уақыт ішінде сол кездегі жастар қазір өсіп кеткен болса, мультфильмдегі супер отбасы түк өзгермеген. Оның сюжеті былай: супер отбасы үшін қиын кезеңдер қайта басталды. Кезекті зұлым адаммен күресіп, нәтижесінде біраз құрылыс қирап, біраз шығына келген соң, үкімет супер күштері бар адамдарды заңсыз деп таныды. Бақтарына орай Уинстон Девер есімді магнат супер қаһармандарға деген ықыласы ерекше болып шықты. Ол супер отбасыға жақсы ұсыныс тастайды. Супер отбасының анасы Эластика осы арқылы супер қаһармандардың абыройын бұрынғы қалпына келтіріп, экран арқылы адамды арбайтын зұлым тиранмен күреседі. Ал отбасыдағы әкесі теңдессіз адам отбасылық проблемалармен үйдегі балалармен бірге қалады. Супер отбасы 2 мультигі экшн сценаларға өте бай. Отбасыға байланысты әзілдері жетерлік. Графика 14 жылда өте қатты дамыған. Әр детальдарына мән берген. Басты антикейіпкерді табу түк қиынға соқпайды. Таң қалдыратын дүниелер жоқ. Бұл мультфильм тек өзінің әзілдері мен күлкілі сценалармен ғана көрерменді қызықтырады. Мультфильм бір жағынан отбасы туралы әке мен балалардың қарым-қатынасын көрсеткенімен, бір жағынан Голливудта тенденцияға айналып кеткен гендерлік теңдікті, одан әрі феминизмді көп көрсеткен. Оның өзінде де бұл мультик 2004 жылғы бірінші бөлімнің басты сюжетін қайталайды. Тек бірінші орынға еркекті емес, әйелді қойған. Ол қайда? Дәмнәм, пішінәй. Ал керек болса. Айтса адам сен бе. Дәлем тектіп балалар қалай. Өз басым бұны қазақ тілінде көрдім. Дубляжға орташа баға қоюға болады. Жалпылама көп жерлері жақсы аударылған, бірақ кей жерлерде ағылшын тіліндегі әзілдерді бере алмаған. Тіпті диалект сөздерді тым артығымен қолданған жерлер болды. Не дегенмен бұл мультфильм қазақ тілі арқылы еліміздің аудиториясын жаулай алады. Мультфильм жалпылай жақсы, бірақ бірінші бөліміне әлбетте жетпейді. Жалпы отбасы болып көруге тұрарлық мультфильм. Сонымен сіздермен болған мен Дания Тажымбет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл видео арқылы өз пікірімді жеткіздім деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.